Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен дімлама тамағын дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай алдын ала заттарын дайындап алдым. Бір дана орамжапырақ орташа көлемдегі, сосын 5-6 картопты жуып тазалап турап алдым. Қатты турамаймыз. Содан соң бір дана пиязымыз бен бір дана сәбіз қостым. Бізде сәбізде ешкім мұнша жемегендіктен бір дана ғана қостым. Осылай барлығын жуып, тазалап, майда етіп, жіңішке етіп турайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай турай бересіздер. Бірақ мен дімлама тамағын қуырып жасамаймын. Суға бұқтырып жасаймын. Дәмділігі мен өз күйін сақтайды. Және картоптары езіліп кетпейді, қорықпаңыздар. Еттері өте жұмсақ болып піседі. Осы әдіспен сіздер де жасап көріңіздер. Міне 500 грамм етті осылай қатты майда қылып турамаймыз. Орташа көлемде турап аламыз. Менде ет морозилкада тұрған соң кішкене қатты болып тұр. Осылай кесіп алыңыздар. Бірақ сіздер абайлап пайдаланыңыздар. Егер де менікі сияқты еттеріңіз қатты болса, қолдарыңызды кесіп алмаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, осы тамақты жасап көріңіздер. Менің арнамда жаңа видеолар апта сайын шығып отырады. Егер сіздерде май болса, май қосып жіберсеңіздер болады. Менде майда алдын ала ерітпегендіктен тек етпен жасадым. Міне осылай турап аламыз. Содан соң алдын ала қазанымызға міне көріп тұрғандарыңыздай май құймаймыз, ешқандай пиязымызды, содан соң жаңа туралған етімізді осылай жайғастырып аламыз. Барлығын пияздың толық бетін жабу керек. Етімізден соң жаңа туралған сәбізімізді үстіне қойып шығамыз. Содан соң осылай 2 дана қызанамыз қосатын боламыз. Жуып шайып тазалап алыңыздар. Негізінде үйлеріңізде қызанақ көп болса, көптеу қосқан дұрыс. Бізде 4-5 адамға арналған тамақ болғандықтан мен көп қосқан жоқпын. Осылай бәрін реттілікпен салып шығамыз. Содан соң туралған картоптарын саламыз. Міне осындай көлемде тураңыздар. Қатты майда қылып жіберудің қажеті жоқ. Содан соң осы орамжапырақтың ортасын осылай кесіп алдым. Кесіп турап алсаңыздар болады. Мен өзім былай сыртын алып отырып істетемін. Көріп тұрғандарыңыздай. Кесіп тастасаң қатты майда болып кетеді. Турап істетемін десеңіздер, езіліп кетуі мүмкін. Не осылай сыртынан ажыратып алып бетіне жабатын боламыз. Орта жұмсақтықтағы орамжапырақ менде. 10 қабатын алдым мен. Міне көріп тұрғандарыңыздай.
отқа қоймай тұрып 250 грамм су құйып алдым. Салқын су. Одан соң осылай орам жапырақтарымызды бетіне жауып шығатын боламыз. Осылай тура видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар, орам жапырақ мүлде езілмей, дана-дана болып шығатын болады. Бір шай қасық тұз салатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Мен ешқандай перец, қосымша приправалар қосқан жоқпын. Сіздер қоссаңыздар болады. Мен бір ас қасық қуырылған банканы қостым. Ол жері видеоға түспей қалыпты. Содан соң 100 грамм үстінен тағы да су құйып жібердім. Сіздерге ас болсын. Сау болыңыздар.